Сәлеметсіңдер ме, балалар? Сауат ашу сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ойын ережесін құра аламын. Ч дыбысы мен әріпі. Сен бұл сабақта сөздегі дыбыс түрлерін ажыратасың және дұрыс дыбыстайсың. Сурет бойынша сұрақтарға жауап беруді және ч әрпін көркем жазуды үйренесің. Балалар, бүгін біз жаңа әріппен танысатын боламыз. Ол үшін біз сұрақтарға жауап берейік. Дыбыс дегеніміз не? Әріп дегеніміз не? Дыбыстар неше топқа бөлінеді? Дауысты дыбыстар нешеге бөлінеді? Қандай? Дауыссыз дыбыстар нешеге бөлінеді? Және қандай? Дұрыс айтасыңдар. Дыбысты естиміз және айтамыз. Әріпті көреміз және жазамыз. Дыбыстар екі топқа бөлінеді. Дауысты және дауыссыз дыбыстар. Дауысты дыбыстар жуан және жіңішке болады. Дауыссыз дыбыстар қатаң, ян, үнді болады. Ал енді мына суретке назар аударайық. Суретте кімдерді көріп тұрсыңдар? Не байқадыңдар? Я, дұрыс айтасың. Балалар спорттық жарысқа қатысты. Арман бірінші орынға ие болды. Балалар, жеңімпаздарды кім дейміз? Дұрыс, үлкен жарысқа қатысып, жеңімпаз болған адамды чемпион дейді. Чемпион сөзінде бүгінгі біздің өтетін жаңа әріп ч дыбысы кездеседі екен. Чемпион сөзін буынға бөліп көрейікші. Чемпион. Чемпион сөзінде неше буын бар? Тамаша. Чемпион сөзі 3 буыннан тұрады екен. Чемпион сөзінде ч дыбысы қай бөлігінде кездеседі? Дұрыс айтасың. Басында кездеседі екен. Мынау ч дыбысының бас әріпі. Ал мынау ч дыбысының кіші әріпі. Ч дыбысы дауыссыз дыбыс. Себебі бұл дыбысты айтқанда кедергіге ұшырап қысқа айтылады. Ч дыбысы созылмайды. Менімен бірге қайтала. Ч, ч, ч. Балалар, есіне сақтаңдар. Ч дыбысы қатаң дауыссыз дыбыс. Ч дыбысы орыс тілінен енген сөздерде көп кездеседі. Балалар, ч дыбысын айтып болсаңдар, жұмбақ шешейік. Керек затты саламыз, жолға алып шығамыз. Ол не? Жұмбақтың шешуін таптың ба? Жарайсыңдар. Ол чемодан. Чемодан сөзі ч дыбысынан басталады екен. Ч дыбысы сөздің басында кездесіп тұр. Ал енді мына суретте не көрдіңдер? Я, бұл чек. Ол төлем қағазы. Дүкенде жасаған әр саудадан кейін сатушы бізге чек береді. Сол чекте алған заттарымыздың сомасы көрсетіледі. Чек сөзіне буындық дыбыстық талдау жасайық. Чек сөзінде 3 әріп, 3 дыбыс бар. Чек бір буынды сөз. Ч қатаң дауыссыз дыбыс. Е жіңішке дауысты дыбыс. К қатаң дауыссыз дыбыс.
Ал енді қазір біз кім тапқыр ойынын ойнап көрейік. Бұлттардан сөз құрап үйренейік. Әр бұлтта буындар берілген. Ал сендер буындардан сөз құрандар. Ал құрап болсаң, онда оқып көр. Чемодан. Чемпион. Жақсы балалар, үшінші сөз ол чек. Тамаша, жарайсыңдар. Енді оқулықтағы сөздерді бірге оқып көрейік. Чек. Чемпион. Чемодан. Жарайсыңдар. Сендер менімен бірлесе жақсы оқыдыңдар. Енді өзін оқып көр. Жарайсың, жақсы оқыдың. Ал енді келесі тапсырмаға назар аударыңдар. Бұл түлкі мен шаян ертегісі. Қазір сендер дауыс ырғағымен оқыңдар. Орманға қарай жүгірейік. Кім бірінші келер екен, деп ұсыныс жасайды түлкі. Жарайды, деп келіседі шаян. Шаян түлкінің құйрығынан мықтап ұстап алады, ал түлкі жүгіре жөнеледі. Түлкі зымырай жүгіріп орманға жетеді. Алдына қараса, шаян тұр. Балалар, чемпионды анықтаңдар. Шаян шынымен чемпион ба? Шаян қандай амал жасады? Сеніңше қайсы чемпион деп ойлайсың? Балалар, енді сәл сергіп алайық. Біз чемпион боламыз. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Торғай болып ұшамыз. Чик-чирик, чик-чирик. Би билеп те аламыз. Ча-ча-ча, ча-ча-ча. Орнымызды табамыз. Қолға қалам аламыз. Суретке назар аударайық. Бұл біздің чемпиондар, еліміздің мақтанышы. Үлкен жеңіске жетіп, чемпион атанды. Олар еліміздің туын көкке көтерді. Біз чемпиондарды мақтан етеміз. Ал сен чемпион болғың келе ме? Ол үшін не істеу керек деп ойлайсың? Ч әрпін әдемі жазып үйренеміз. Мынау бас әрпі. Үлкен жолдың ортасынан қаламыңды қой. Солдан оңға қарай доға иіп, жазу жолының үстіңгі сызығына дейін көлбеу түзу сызып, ол сызықты оңға қарай қиғаш үлкен жол ортасына қарай созамыз да тік төмен көлбеу түзу түсіреміз. Жазу жолының төменгі сызығына жете бере, оңға қарай сызыққа тигізе доға ілгек саламыз. Ал мынау кіші Ч әрпі. Жазу жолының үстіңгі сызығынан сәл төмен қаламыңды қой. Солдан оңға қарай мұртша жасаймыз. Мұртшаның ұшын үстіңгі сызыққа тигізіп, төмен сызу сызып, астыңғы сызыққа тигізе ілгек жасаймыз. Дәптерімізді ашайық, қолға қалам алайық, салақтықтан қашайық, әдемі етіп жазайық. Енді дәптерінің бетін ашып,
Ч әріпінің үлкен әріпін және кіші әріпін жазып үйрен. Балалар, бүгін біз Ч әріпімен таныстық, құрамында Ч дыбысы кездесетін сөздерді білдік, сурет бойынша сұрақтарға жауап беруді және Ч әріпін көркем етіп жазуды үйрендік. Бүгінгі сабақта орындаған тапсырмалар бойынша өзіңді өзің бағалап көр. Бүгінгі сауат ашу сабағы осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар.